Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорған ауылы Айшуақ бөбекжай бақшасынан соңғы жаңалықтар лебін ұсынамыз. Бала тәрбиесіндегі мектепке дейінгі ұйым мен отбасының күш-жігерін біріктіре отырып, әріптестік құру мақсатында баршаға қолжетімді сапалы білім ұлттық баяндамасы аясында іске асырылатын жол картасының ассистент ата-ана тақырыбындағы ата-анамен және ата-аналар қауымдастығымен бірге жүргізілетін жоба аясында Айшуақ бөбекжай бақшасы жұмыс атқарып келеді. Әріптесіміз тілші Жайна Хазиза осы жобаға қатысушы ата-ана ретінде мектепке дейінгі балаларға арналған құзыреттілік орталықтағы заттық дамытушы ортаны ұйымдастырудың түрлерімен таныстырады. Ғазиза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, студия. Рахмет, Айсұлу. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен осы ассистент ата-ана тақырыбындағы жоба аясында балабақшамен тығыз байланыстамын. Қазіргі таңда Айшуақ бөбекжай балабақшасында дамытушы орталықтар жұмыс жасауда. Олай болса, біз ата-анамен кеңес беру пунктінен бастайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен осы балабақшаға жалпы баламды әкелгім келіп жүрген. Сол себептен арнайы маманнан кеңес алып жүрмін. Жалпы балабақшаның ерекшелігі қандай? Ендеше мен сізді осы балабақшаның дамытушы орталықтарымен таныстырып өтейін. Жүріңіз. Мектеп жасына дейінгі баланы дамытатын, өсіретін, әрі тәрбиелейтін әдіс-тәсілдер аз емес. Айшуақ бөбекжай бақшасында тәрбиеленушілердің эмоционалдық және физикалық жайлылығын, жан-жақты және толыққанды дамуын, балалардың әрекет түрлерін және бірге әрекет етуге қатысушыларды таңдау мүмкіндігін, ойын аймақтарының қанықтылығын, қолжетімділігін, вариативтілігін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін дамытушы орта құрылды. Дамытушы ортаны құруға үлгілік бағдарламаны және білім беру бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз етуі, балалардың жастарына сәйкес болуды, барлық топтық бөлменің үй-жайлары, кабинеттер, ойындар мен ойыншықтар, материалдар, тәрбиеленушілер, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін қолжетімді болуы, балалардың демалуына немесе оңаша ойнауына, қолайлы эмоционалды жай-күйін дамытуға арналған орынды жабдықтау. Ересек баланың бірге әрекет етуі үшін қанық, мазмұнды болуы, қимыл белсенділігін, соның ішінде ірі және ұсақ моториканы дамытуға, қимылды ойындар мен ұлттық құндылықтарды ұлықтау мақсатында ұлттық ойындар ұйымдастыруға, балаларға қолжетімді материалдар мен соның ішінде құммен, сумен эксперимент жасауға мүмкіндік жасалған. Балабақшаның тағы бір ерекшелігі тұзды шахта. Тұз шахталарына бару табиғи жолмен денсаулықты нығайтуға, тыныс алу жүйесін жақсартуға және иммунитетті көтеруге арналған тиімді әдіс. Мектеп жасына дейінгі балаларды қазақ халқының тұрмыстық заттарымен және салт дәстүрлерімен таныстыру үшін ұлттық құндылықтар бөлмесінде саз балшықтан құмыра жасау бөлмесі жұмыс жасауда. Балалардың қол моторикасын дамытуға, бала бойындағы ойлауды, тепе-теңдікті ұстауды
және ми жұмысын дамытуға көмектеседі. Тігін тігу тек шығармашылық процесс қана емес, сонымен қатар денсаулыққа, психологиялық жағдайға және қаржылық тұрақтылыққа оң әсерін тигізетін өте пайдалы іс. Бұл қолөнердің түрі шыдамдылықты, талғамды дамытып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Рахмет, Ғазиза. Айшуақ бөбекжай бақшасынан келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Лайым жақсы жаңалықтардың жаршысы болайық. Көріскенше.